Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы 4-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп аламыз. 92-ші сабағымыздың тақырыбы құстар туралы не білемін? Жіктеу есімдігі. Сонымен қатар бүгінгі сабақта мәтіндегі негізгі ойды анықтауды және жіктеу есімдіктері туралы білетін боламыз. 38-ші жаттығуда мәтін берілген мәтінді оқы. Тақырыбы бозторғайдың ерлігі деп аталады. Бозторғай ертелі кеш балапандарына жем тасумен жүрген еді. Күн сәскеге таяғанда жем алып, ұясына ұшып жеткен бозторғай бір қатердің үстінен түсті. Қара шұбар жылан тілін сумаңдатып, ұясына жақындап қалыпты. Балапандары ауыздарын ашып шыр-шыр етеді. Бозторғай ұя мен жыланның аралығына келіп қонды. Мына сорлы қайтеді? Жан керек болса, былай тұр жолымнан, деді жылан басын көтеріп. Сен менің балапандарымды жемексің. Қалайша мен саған жол бермекпін. Жоқ, ол болмас. Онда өзіңді жеймін. Жей алмайсың. Не дейсің? Бозторғай жыланға қыр көрсетті дегенді кім естіген? Кім естісе ол естісін. Мен балапандарымды тастап кете алмаймын. Одан да өзімнің өлгенім жақсы. Онда кел бері, түс аузыма. Аш аузыңды. Жылан аузын ашып көзін жұмды. Бозторғайға керегі де осы еді. Жыланды шап беріп, екі аяғымен басынан мықтап бүріп көтеріп әкетті. Бозторғай шырқай ұшып, ту биіктен жыланды жалпақ тастың үстіне тастап кеп жіберді. Сонан соң жер бауырлай ұшып, оның парша-паршасы шыққанын көрді де жөніне кетті. Бозторғай бұл ерлікке балалар үшін барған еді. Бұл мәтіннің авторы Әлдихан Қалдыбаев. Енді осы мәтінге қатысты тапсырмаларға назар аударамыз. Бірінші тапсырма мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойып, жауап беріңдер дейді. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қойып және оларға жауап беруіміз қажет. Бірінші сұрақ: ұясына ұшып жеткен бозторғай қандай қатердің үстінен түсті? Бозторғай қара шұбар жыланның балапандарын жемек болып, ұясына жақындағанның үстінен түседі. Екінші сұрақ: бозторғай қандай қауіпті әрекетке барды? Ол жылан мен ұяның арасына келіп қонды. Үшінші сұрақ: балапандарына жақындауына жол бермеген бозторғайды жылан не деп мысқылдады? Бозторғай жыланға қыр көрсетті дегенді кім естіген деп мысқылдады. Келесі төртінші сұрақ: жылан аузын ашып көзін жұмған сәтте бозторғай қандай әрекетке көшті? Ол жыланды екі аяғымен бүріп алып, биіктен төменге қарай лақтырып жіберді. Бесінші сұрақ: бозторғайдың мұндай ерлік жасауының себебі не? Себебі бозторғай бұл ерлікке балалар үшін барды. Келесі сұрақ: мәтіндегі негізгі ойды анықта дейді. Мәтіндегі негізгі ой ананың махаббатын көрсету болып табылады. Келесі сұрақ: қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Мәтінде қарамен жазылған сөздер сен, мен, ол деген сөздер. Бұл сөздерге кім деген сұрақ қоя аламыз. Себебі сен менің балапандарымды жемексің. Кім балапандарымды жейді? Сен. Келесі: мен саған жол бермекпін. Кім жол бермейді? Мен жол бермеймін. Келесі: ол естісін. Кім естісін? Ол естісін. Яғни барлығы да кім деген сұраққа жауап береді. Және зат есім сөз табының орнына жұмсалып тұр. Енді келесі ережеге назар аударамыз. Мен, біз, сен, ол сөздері жіктеу есімдіктері деп аталады. Жіктеу есімдіктері жіктеледі, септеледі. Осы ережені міндетті түрде есімізге сақтап аламыз. Әрі қарай жалғастырамыз. 39-шы жаттығуда көп нүктенің орнына тиісті жіктеу есімдіктерінің бірін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Бірінші сөйлем: құстар күзге қарай жылы жаққа ұшып кетеді. Енді есімдіктерді қоятын болсақ, құстар деген олар деп өзгертуге болады. Олар көктемде қайтып оралады. Келесі екінші сөйлем: мен құстарға ұя жасап қоямын. Үшінші сөйлемде сен кешікпей кел. Яғни біздің қолданған есімдіктер олар, мен және сен деген есімдіктері. Енді есімдіктердің қай жақта тұрғанын айт. Олар деген есімдігі үшінші жақ жіктеу есімдігі. Ал мен деген бірінші жақта тұр жіктеу есімдігі. Сен деген екінші жақтағы жіктеу есімдігі. Келесі 40-шы жаттығуда оқып, белгілері бойынша құс атауларын тап дейді. Бірінші: иілген ұзын мойынды ақ қауырсынды қалық киелі санайтын құс, ол ақ қойы. Екінші: мойны ұзын, сирағы сидиған ірі жыл құсы, тырна. Келесі: жарғақ қанатты, түнде ұшатын құс, жапалақ. Ұзын тұмсығының астында қалтасы бар су құсы, бір қазан.
Жем талғамайтын, көбінесе өлексемен қоректенетін, түсі қара құс, құзғын. Орманда бақта жүретін, даусы әдемі, кішкентай әнші құс бұлбұл. Өзінің атын атап үн шығаратын, түсі ала, көктем құсы көкек деп аталады. Мінекей оқушылар сипаттау бойынша, белгілері бойынша құс атауларын жазып шықтық. Әрі қарай жалғастырамыз. 41-ші жаттығуда жұмбақ берілген, жұмбақты жатқа жазып шешуін тап. Бұл да құс туралы болуы мүмкін. Ұшқаны қызық жалпылдап, өзі сондай қарқылдақ. Бұл құстың аты қарға деп аталады. Енді осы жаңылпаштың ішіне есімдікті тап, оның қай сөз табының орнына жұмсалып тұрғанын айт дейді. Жұмбақтың ішіндегі есімдік ол өзі деген есімдігі. Ол зат есімнің орнына жұмсалып тұр, себебі өзі сондай қарқылдақ, яғни қарға туралы айтылып тұр, сондықтан зат есім орнына жұмсалып тұр. Ал енді оқушылар, бүгінге берілген сабағымыз осымен аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.